Жарқын болашақтың кепілі білімде. Қоғамдық гуманитарлық бағыттағы пәндер, яғни тарих, құқық және басқа да гуманитарлық ғылымдар арқылы біз өз ұрпағымызға тек білім ғана емес, адамгершілік пен кәсіби құзыреттілікті де үйретеміз. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін әрбір мұғалім өз пәні бойынша заманауи әдіс-тәсілдерді меңгеріп, шәкірттеріне терең білім беруге дайын болуы керек. Қоғамдық пәндер мұғалімдерінің Жаркент қаласында Хамраев атындағы орта мектепте өткен секция барысында білім беру мен оқыту әдістерінің басты бағыттары талқыланды. Тақырыбы: білім келешегі, адал азамат, кәсіби маман. Мақсаты: білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға мүмкіндік беретін әдіслермен бөліп. Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы және құқық негіздері пәндерді оқытудағы мәселелерді талдау, әдістемелік бағыт беру, өзара тәжірибе алмасу. Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы және құқық негіздері пәндерінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға мүмкіндік беретін тиімді әдіс-тәсілдер сөз болды. Бұл пәндер тек өткен тарихта емес, болашақта қоғамда өз орнын таба алатын белсенді азаматты қалыптастыруға арналған. Кіріспе сөз: іс-шараның басталуында аудандық әдістемелік орталығының әдіскері Анар Жақсылыққызы қатысушыларды қарсы алып, мұғалімдер мен педагогтар қауымына әріптестерінің тәжірибелері мен білімін жетілдіруге бағытталған осындай кездесулердің маңыздылығын атап өтті. Аудандық әдістемелік орталығының әдіскері Анар Жақсылыққызы Ибрагимова 2025-2026 оқу жылында Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқаулық хатпен таныстырып, мұғалімдерге оқу процесінің жаңалықтары мен өзгерістерін түсіндірді. Оның сөздерінде әдістемелік қолдау мен педагогикалық жетілдірудің маңызы айқындалды. Әр тақырып бойынша тәжірибелі педагогтар өздерінің қызықты әрі тиімді әдістерімен бөлісіп, мектептердегі оқу процесіне жаңашылдық енгізу жолдарын ұсынды. Ушарал орта мектебінің тарихшылары Жанар Оразахыновна Мейірманова мен Қаламқас Молдахметовна Теңізбаева тарих пәнін оқытудың жаңа әдістерін енгізу арқылы оқушыларды зерттеу және жобалау жұмыстарына белсенді қатыстырудың маңыздылығын атап өтті. Олар тарихты тек жаттаудың орнына, оны зерттеу, талдау арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамытуды ұсынды. Дегенмен оқу процесінің тек теориялық біліммен шектелмей, практикалық дағдыларды дамыту қажеттілігі де жиі көтерілді. Абай атындағы орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Бақыт Урмангалиевна Капалова оқушылардың жадысын дамыту үшін хронологиялық ақпараттармен жұмыс жасаудың маңыздылығына назар аударды. Әсіресе тарихи оқиғаларды дұрыс қабылдау және оларды өз көзқарасымен бағалай білу қабілетін қалыптастыру керек. Ал құқық негіздері пәнінің мұғалімдері ұлттық құндылықтарды жастардың бойына сіңіру жолдарын қарастырды. Бұсақов атындағы орта мектебінің құқық негіздері пәнінің мұғалімі Дилмұрат Абдулнабиұлы Ибайдуллаев өзінің тәжірибесінде құқық сабағында ұлттық тарих пен мәдениетті ұштастырудың ерекше маңызы бар екенін атап өтті. Бұл тәсіл оқушыларға тек құқықтық білім ғана емес, өз отанына деген сүйіспеншілікті де тәрбиелейді. Мектеп үйінгі шағын орталығы бар. Қонаев атындағы орта мектеп мұғалімі Айнагүл Ақылшаевна Бекболаева сборник заданий в контексте исторических концептов тақырыбындағы авторлық бағдарлама бойынша тарихи концепттарды жинақтап, тапсырмалар мен түсіндіру жолдарын көрсетті. Аудандық бірлестік жетекшісі Майра Абдракимовна Ауеспаева барлық қатысушыларға алғыс айтып, мұғалімдердің білім беру процесіндегі шығармашылық ізденістерін одан әрі дамыту қажеттігін атап өтті. Ол әрбір мұғалімнің өз пәні бойынша жаңа әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім деңгейін арттыруға зор үлес қосатынын айтты. Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектеп гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі, аудандық бірлестік жетекшісі Майра Абдракимовна Ауеспаева қорытынды сөзінде мұрагер каналды дамытуға атсалысуға шақырды. Барлық қатысушылар өздерінің идеяларын, әдістемелік тәжірибелерін бөлісіп, білім беру саласында атқарылып жатқан жұмыстарды талқылады. Басты мақсат оқу жүйесінің сапасын арттыру, оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, олардың болашақта білімді, кәсіби маман және адал азамат болып шығуына ықпал ету.